Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте әдемі, қатпарлы, әрі үгілмелі болып шығатын самсаның рецептісімен бөлісемін. Дәл осы рецепт бойынша жасап, тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Ең сәтті рецепттердің бірі. Ең әуелі бізге 3 дана жұмыртқа қажет болады. 2 дана жұмыртқаның сарыуызын аламыз. Және де 1 дана жұмыртқаны бүтін күйінше салатын боламыз. Яғни бізге 2 сары уыз және де 1 дана жұмыртқа қажет болады. Ұнымызды електен өткізіп, үстіне салқын сармайды саламыз. Менде кішкене бөлме температурасында қалып қойыпты. Егер сіздердің сармайларыңыз салқын болса, күштен өткізіп алсаңыздар болады. Менде бөлме температурасында болғандықтан қолыммен осылай үгітіп алдым. Барлығын дәл осылай үгітіп, әдемілеп жасап аласыздар. Содан соң 15-20% қаймақты саламыз. Және де тұз, жаңа дайындап алған жұмыртқаны барлығын жақсылап араластырып, қамырды илейміз. Біздің сармаймыз салқын болғандықтан қамырды тездетіп илеп, бір-біріне біріктіріп илеп аламыз. Қамыры кішкене қаттылау, осындай керемет қамыр болып шығады. Егер сіздердің қамырларыңыз кішкене жұмсақтау болып жатса, кішкене ұн салуға болады. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі, сол себепті маған 500 грамм ұн жеткілікті болды. Дәл осы қамырды илеп, пакетке салып, 20 минутқа тоңазытқышқа салып қойдым. 20 минут жеткілікті бізге. 20 минуттан кейін дәл осы қамырды алып, 2 бөлшекке бөліп, қамырды жаятын боламыз. Бұл қамырдың құрамында сармайы болғандықтан 2 күлше жасап болған соң, 1 күлшені жайғанша, 2-ші күлшені пакетикке салып, тағда тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Бірінші қамырды жаямыз. Өте тез жұмыс жасау керек, әрі тез жайылады. Уайымдамаңыздар, құрамында сармай болғандықтан өте тез әрі әдемі болып жайылады. Ұнның көмегімен осылай қамырды жайып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төменде подписация батырмасын басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Менің видеоларым сіздерге алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Менің арнамда өте керемет әрі қолжетімді рецепттерді көретін боласыздар. Қамырды жайып болған соң, оның үстінен ертілген сармайды құямыз. Қамырдың ішіне де осы ертіп жатқан сармаймызда кемінде 72-де 5 немесе 82-де 5% сармайды қолданыңыздар. Ешқандай щедрая лето, маргарин қолдануға болмайды. Әйтпесе сіздердің самсаларыңыз қатпарлы болып шықпайтын болады. Екінші қамырымызды да дәл солай етіп әдемілеп жайып аласыздар. Тағы да бір ескертетін жайт, бірінші қамырды жайып, үстінен сармайды жаққаннан кейін, сіздердің сармайларыңыз қатқаннан кейін барып, екінші қамырды үстінен төсеңіздер. Сонда қамыр қатпарлығын жақсы сақтайтын болады. Міндетті түрде сармайды жағып болғаннан кейін сармайдың кішкене қатқанын күтіп, содан соң барып екінші қамырымызды үстінен қоясыздар. Тағы да қамырдың үстінен сармаймызды жағып, сармайдың кішкене қатқанын күтіп, шамамен 3-4 минут күтсеңіздер қатады. Одан кейін барып осылай рулет тәріздес етіп орасаңыздар, сармайлары бір қалыпты және де қамырларыңыз қатпарлы әдемі болып шығады. Қамырды осылай барлығын рулет тәріздес етіп орап аламыз. Және де пакетке салып, кемінде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойсаңыздар болады, немесе мұздатқышта ұзақ уақытқа сақтасаңыздар да болады. Енді менде ет пен май, бұларды мен қолмен турадым. Ет тартқыштан өткізген жоқпын. Қолмен тураған ерекше әдемі болады. Сол себепті қолмен турап, үстінен осындай ұсақ етіп туралған пиязды салдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш, қалауыңыз бойынша самсаға арналған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Маған ұнайтын болғандықтан осы дәмдеуіштен кішкене қостым. Міне араластырып дайындап қойдым. Кемінде 3-4 сағат тұрған қамырды осылай бөлшектерге бөліп, таразымен өлшеңіздер, сонда бір келкі әдемі болып шығады. Кешкіншісін жасап, таңертең бір түнге қалдырып қойсаңыздар болады. Қанша көп тұрса, сонша сіздердің қамырларыңыз әдемі жайылатын болады. Барлығын 37-38 граммнан өлшеп, бір келкі етіп, осылай ұнның көмегімен жайып аласыздар. Қараңыздар, қамыры қатпарлы әдемі болып тұр. Ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай түйетін боламыз. Ең бірінші қамырды біріктіреміз жақсап, және де қолымыздың көмегімен осылай шымшылап, дәл видеодағыдай орап шығатын боламыз. Бұл өте керемет, қамыры өте жұмсақ әрі үгілмелі болып шығады.
сіздерге ұнайтынына сенімдімін достар. Сол себепті дәл осы рецептпен еш қорықпай жасасаңыздар болады. Міне екіншісін сіздерге түсінікті болсын деп тағы да көрсеттім. Самсаны осы күйінше тұрғызып қойсаңыздар да болады, немесе жатқызып противенге барлығын орналастырып шығамыз. Үстінен жұмыртқа жағамыз. Қалауыңыз бойынша қара, ақ, күнжіт сеуіп қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Немесе самсаны түйген күйінде қатырып алып мұздатқышқа салып қойсаңыздар болады. Керек кезінде алып жасай беруге болады. Дәл осы рецептпен қатыруға да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, үгілмелі, әрі қатпарлы болып шығады. Қараңыздар, видеоның өзінде сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Дәл осы рецептпен жасап тапсырысқа қабылдасаңыздар да болады. Ал ендеше сіздерге видео пайдалы болса лайк басып, төменге сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Барлығын ашып оқитын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет.